18-ші есеп. Мектеп кітапханасында орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде осындай қатынасындай кітаптары бар. Олардың ішінде қазақ тіліндегі кітаптары барлығының неше пайызын құрайды дейді. Мына жерде тұрған қос нүкте бұл қатынасты білдіреді. Енді жазып алайық. Бізде орыс тілінде кітаптар бар, қазақ тілінде кітаптар бар және ағылшын тілінде кітаптар бар. Және осы кітаптардың сандарының қатынасы мынандай болады: 11 бөлінген 6 бөлінген 3. Бізден қазақ тіліндегі кітаптар барлығының неше пайызын құрайтынын сұрап тұр. Демек, бізде барлығы 100% болады. Және орыс тілі барлығының 11 бөлігі, қазақ тілі барлығының 6 бөлігі, ағылшын тіліндегі кітап 3 бөлігі болса, демек, қастарына x-ті тіркеп жазамын. Егер осылардың барлығы 100% болса, онда мен мынандай теңдеу құра аламын. 11x қосылған 6x қосылған 3x тең 100%. X-тардың барлығын қоссақ, бұл 20x-қа тең болады. Ол 100%-ға тең. Бұл жерден біз x-тің 5%-ға тең екенін табамыз. Енді бізге қазақ тіліндегі кітаптар барлығының неше пайызын құрайтынын табуымыз керек. Яғни, қарайық. Орыс тілі кітабы 11x дейді. Яғни 11-ді 5-ке көбейтіп жазсақ, орыс тілі кітабы барлығының 55%-ын құрайды екен. Қазақ тілі 6-ны 5-ке көбейтеміз, 30%-ын құрайды екен. Ал ағылшын тіліндегі кітаптар 3-ті 5-ке көбейтеміз, 15%-ын құрайды екен. Бізге қазақ тіліндегі кітаптардың пайызы керек, демек 30%. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.